Ерлері ең берекелі, дәстүрлері ырыс болған қазағымның бұл ежелгі. Шілдехана бесік той, тұсау кесір сүндет той. Ай, шерген ай, құда түсу сырға салу бет ашарымай. Алды баған аясында сұлу ой жеткен, қыз боз бала кең далада әнімен жүр тербеткен. Ендеше міне қолдасын бұдыратын, не тілеген тілеуі қабыл болсын, мұрат асыл болсын, жас ұзақ болсын. Айрапеш ойында ортекесі, қырында төутекесі ойнаған, 30 күн ойын 40 күн тойында ойлаған, желіге құлын байлаған, алдына келсе атасының құлын кешкен, тұлпардың тұяғынан дүбір кешкен, қайғысы қара суға семіріп, қарашада қан тәрізді ғұмыр кешкен, біздің Мансұр мен Раузаның есейгені білінбестен, бүгін міне той жасап дүбірлескен алды башқа, ассалаумағалейкум салып қойайық. Ай, тамаша, жүздеріңнен көрем шатты қарайын, болсын солай, әрбір күнің әрайын, тойларыңыз құтты болсын атана, тойларыңыз құтты болсын ағайын деген тілекті сіздерге жалғайық. Дәл бүгін ерекше қос бірдей қуаныш. Неге дейсіздер ма? Біздің кешегені іңгейлап дүниеге келген Раузамыз бүгін бесік тойы болып жатса, сондай-ақ 2 жылдың алдында дүниеге келіп, жалпы біздің төлек әулетін айрықша қуантқан біздің Мансұрымыздың 2 жас туған күн екен. Қос бірдей қуаныш құтты болсын деп алақан соғып қойыңыздар. Көп-көп рахмет. Енді тойдың басымен тамаша бір жандандырып алайын. Жастарсыз сәтінішік болсын. Жастарсыз күнін батып кешкірмейді. Бүгінгі әндер жүректе тұнып ескірмейді. Біздің қос қолының қуанышына келген ағайын туысқан, қоптан қолдық ағайындар қайда? Айқай-шу қошеметтеріңіз естілмейді. Ай, рахмет. Осындай алқын-жұлқын алақаннан кейін бірден сіздерді күттірмей, әуелі тойлық рәсімдерді жалғайып, мен әдемі әннің жетегінде біздің Мансұр мен Раузаның атасы мен апасын, және сондай-ақ папасы мен мамасын әдемі әннің жетегінде жалпы той иелерін сахнаның төріне қарсылай, мүмкіндік болса әдемі әнді менімен бірге шырқап, алқын-жұлқын алақанда той иелеріне жолдап қойыңыздар. Тамаша әннің жетегінде той иелерін қарсылайық кәніге. Біздің атасы мен апасы және папасы мен мамасы бүгін біздің екі қолының екі қуанышы болғаннан кейін айрықша біздің Мансұрды атасы және біздің Раузаны папасы көтеріп алған екен. Жалпы той иелеріне тағы да бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Жанархан ағамыздан болсын, қол соғып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Мына Мансұрдың еркесін ая атасының қолынан түспейді. Енді мүмкіндік болса бірден осы велосипедіне отырғызып қояйық. Әуелгі тілек той иесі Жанархан ағамыздан болсын. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі жиылған тойшы қауым, бүгінгі күннің жалынды сәлемін жолдаймын. Екі баламыздың жасы ұзақ болсын. Бастар аман болсын. Біреу 2 жасқа шығып жатса, біреу бесік тойын тойлап жатыр. Өз елімізден шет жүрет жұмыс шаруада болғандықтан ағайын туыстың ортасына бір той жасап бермекші. Шайын беріп жатқан жағдай бар. Бесік тойы және 2 жасқа толған. Ал енді жақсы тойлап отырыңыздар, көңілді отырыңыздар. Аман есендік болсын енді. Шақырған тойға, чайға келіп жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Әрқашан амандық, саулық болсын. Енді той болсын, шашусыз болмайды, шашы ұсынайық. Шашуын беруге рұқсат етіңіздер. Той шашуының ар жағында Мансұрдың тайын беріп қойған, енді Раузаның тайын
Берем ғой, енді Раузада бір тай мінсін. Ай, қандай тамаша. Енді қашаннан белгілі біздің атасы арнайы түкуге өзіндік той шашуын беріп, және қос қолына айрықша бір тайын атап жатса, тағы да қошемет көрсетіп қойыңыздар. Енді біздің Мансур мен Рауза қанша түку мен Мағжудың баласы дегенмен де осы атасы мен апасына ерекше ыстық болып келеді. Немере деген жалпы жанынан тартып жатады. Мынау біздің Жанархан ағамыз қос бірдей немересі бар, және түку мен Мағжу үйленгеннен бері қатты жасарып кеткен. Бүгісіне 50 қаншада деп кім айтады? Бүгін ерекше қуанып тұр. Енді бір тамаша тілекті мен Жанархан ағам айтайын. Арыстандай болмаса да бітіміңіз, түтеп жатыр мінекей түтініңіз. Ауылыңызға Мағжудай келін келген. Енді осы келіннен күтіліңіз. Әуелі 60 жасқа сіз келіңіз, бұл біздің сізге айтқан пікіріміз. Одан кейін 70 жасқа келген кезде намаз оқып, аузыңызда болсын шүкіріңіз. Одан кейін 80 жасқа келгенде селкілдемей, 90-ға кебап, тоқал алам деп құдырыңыз деген тексізге жадап қойып. Байқайсыздар ма, мына кісінің ойы жаманы, жымиып әумин деп қояды. Рахмет, әрине жалпы 90-ға келіңіз деген тілегім ғой. Бұл кісіні кемсіткенім емес. Ендігі тілек мынау апасында болсын. Апасы да айрықша қуанып жатыр. Мына екі қолына жасқа толып, бірі бесік тойы болып жатса, ерекше қуанатын әрине анасы әрі мамасы арнайы шашуын шашады. Соның алдында бір тамаша тілегін қос қолына бағыттап өтсін, қабыл алыңыздар. Құдалар жекжат, ағайын туыстарым, бүгінгі күннің осы дастарханына жайылғанына келгендеріңізге көптен көп рахмет. Алла бақ берсін, барлықтарыңызға сондай жиын берсін. Енді екі балам жасы ұзақ болсын, Алладан үлкен азамат болуын, үлкен қызығына бөлінуіне тілеймін енді. Кішкентай қолына арнайы қос қолының қадамы құтты болсын деп қазақтың дәстүрімен шашу шашып жатыр. Шашу қабыл болсын деп бір сәт талап қойыңыздар. Ай, рахмет. Енді және біздің атасы екі қолынға тай берсе, біздің атасы мен апасының тағы да шашу той әулетіне тарту таралғысы бар екен. Біздің екі кішкентай Мансур мен Раузаға арнайы атасы мен апасының атынан, сондай апасының атынан бір тамаша түбіттен жейде кигізіп жатыр. Тағы да қошемет көрсетіп қойыңыздар апасының баласына. Дастархан басына жайғастырайық. Енді қайсы бір тойдың ағайындар тілегі айтылып, асабаның асыл сөздермен той басталғаннан кейін ауылдың алтауысы болатынға жалпы бүгін мен түку мен Мағжудың және атасы мен апасының жалпы қос қолының қуанышына мен өнердегі барша достарымды осы сарайға жинап алғам. Енді бүгінде той көңілді болсын деген мақсатта енді алдарыңызға ауылдың алтауысын айтып беру үшін менің өнердегі жаңға далжан досым әнші асаба тілектес 80 болуын қарсы алыңыздар. Тамаша ән және асабалық тізген тілектесте болсын, қабыл алыңыздар. Бәрекелді, рахмет. Әуелі шаңырағыңа шат тіледім, төгілісін көмейімнен ақ тілеуім, қабылдымысын айтайын ағайынға, болғынғы тілеп жатқан ақ тілеуім. Ассалаумағалейкум, ханнанда қадірлі біздің қадірменді кеш қонақтары, амандасу міндет болсан ол істерге сүндет дейді. Ассалаумағалейкум, қоптан қолдық ағайындар, танитын танымайтын талайым бар. Бүгінгі толқынды тойымыздың қызығын келтірсем деп орталарыңызға келіп қалған жағдайым бар. Ассалаумағалейкум, сөздің басы, Алланың нұр жаусын мағынасы, алдарында асаба әншілерлі тарландарың, шапыла құрғандарыңыз жасаңдар, 99 жасасын, қаландырыңыз кәнеке. Бәрекелді, рахмет еді. Бүгін міне баршаңыз куә болғандай Байөлке қаласында, Қобдезен жағасында, сәулелі Таңжарық центр мейрамханасында жадырасып жарасатын, жамырасып тарасатын, балдай тәтті тілектер тыңдалатын, ән тербеген жүректер нұрланатын, қызығы күннен күнге жаралатын, келмегендер қызықтан қорғалатын ардақ ағайын дөңгелек той болып жатыр. Енді бүгінгі тойдың мән мен мағына сөздеріңізге айқын, жаңа ғана осы менің арқылы
асаба менің өнердегі серігім жаңғадал жандосым тілге тиек етіп осы арнайы той қуанышымыздың аша екен жариялап өтті. Мүмкіндік болса біз енді ақ той уақытымызды оздырмай, көп сөйлеп сіздерді тоздырмай, дастархан дәнсіз осындай әдемі тілеу той әнсіз болмайды деп сіздердің құрметтеріңізге бір әдемі әнімізді жалғастырайық. Қауышпақ ниеттеміз. Сәл ғана сабыртқа келерек қадірлі меймандар, енді ақыл түскөл, патшы сел, тыңдалмай қалған сөз жетмейді. Мына біздің қазыналы қарияларымыз тілек қана мүмкіндік болса, сәл ғана сабыртқа келіп тамаша тілекті тыңдай отырыңыздар дегенді тағы жеткізейік. Және де құрметті меймандар, ата-аналар қауымы қадірлі меймандар, мына ата-аналар қауым балаларыңызға ие болыңыздар дегенді тағы да жеткізейік. Біздің тойханамыз жолдың үсті және де екінші қабатта болғандықтан балаларыңыз сүрініп, жығылып қалатын болса, біз ешқандай жауапкершілігімізге алмайтынымыз өздеріңіз жеткізейік. Сондықтан ата-аналар қауымы балаларыңызға ие болыңыздар және де жандарыңызға алып отырыңыздар. Бүгін осы міне той қуанышын шырқын бұзбай, мүмкіндік болса балаларыңызды шамасынша шуылдатқызбай жандарыңызға алып отыруларыңызды тағы да өздеріңізден сұраймыз. Енді біз бата тілекке бірден қауышайық. Барымыздың баяғы жоқ нағашылар, нағашысы бар жанның, ағайын қашанда бағашылар, жиендерге нағыз сүйе болып жүрген, сіздер десем кәнегімнің таласы бар ек. Енді осы толқынды тойға алақандай жүрегіне алатодай тілектерін сидіріп келіп отырған осы біздің қос қуанышымыздың арнайы нағашыларын ортаға шақырмақ ниеттеміз. Яғни осы Мансұрымыз бен Раузамыздың нардай нағашыларын ортаға шақырып, ағай бір шапалақ қаттырып қойсаңыздар болады. Ал нағашылар қауымын ортаға шақырып келіп. Құрметті ағайын туыс құда жақтар, бүгінгі күні мына жаңарқан құда, күнішай құдағи, аржандымдай тіка марду қарған тілеудерін қабыл болсын. Екі баланың жасы ұзақ, дені сау, аман есен olsun. Үлкен азамат болсын деп тілеймін. Ал енді
тойшы қауым, барлықтарыңызға бүгінгі күннің жалынды сәлемін жолдайын. Ал енді бұл той жайдың тақырыбы белгілі. Міне Таңырқан құда мен Күншай құдағайдың екі немересі және Түку мен Маржаудың екі кішкентайы. Мәнсүрдің 2 жасқа толған Тілеучай және кішкентайдың іске салу Тілеучай деген сияқты екі бірдей тақырыпта той тілеуін жасап, ағайын туыстың басын қосып, мынандай той тілеуін жасап жатыр екен. Ал енді тілеулеріңіз қабыл болсын, кішкентайларыңыздың дендері сау, ғұмыр жастары ұзақ болсын. Ал енді міне Мәнсүрдің 2 жасқа толғаны, кішкентайдың Бесіктай деген сияқты той тілеуін жасап жатқан болсаңыздар, келесіде мектеп табалдырған аттаған деген сияқты әртүрлі жақсылыққа кенеле беріңіздер болсын. Осы кішкентай бала шағаларыңыздың, немере шөберелеріңіздің қызығына бөленіп, жақсылығына кенеліп, аман есен отыра берулеріңізді Алла нәсіп етсін. Бауырларым атынан және балаларым атынан той шашуымыз бар. Осы той шашуымызды той иесі Түкуге ұсынуға рұқсат етіп қойыңыздар. Рахмет, жақсы тойлаңыздар. Çarşımda matbatın qarğay. Çarşımda bereyim. Assalamualaikum. To'y qavm bugun jon salim jolda. Al endi Xudolar ағайын туыстар. Barınız bugün tilewimiz qabul, Murat asıl, kichkinalардың jasi uzoq, denderi sog' bo'lsin. Al endi balalarim qaydasan aman juringlar, jaslaring uzoq, dendering sog' bo'lsin, jotqinlar joldaring bo'lsin. Arkadaşlar osmonday ағайын туыстың ішінде жақсылықта бас көзіп жүре беріңдер енді. Toyların toy kılasın dedi, aman bolunlar. Al endi çarşımda Mansur kadar tayin bergen. Olası günde kuman at doldu, özür bilip otur. Ramkıga bir el buzağı vereyim, o ben sihir oladı koy. Var endi onu özü tavsiye etip, men balalarım benim özümde çarşım var ondan balama tavsiye edeyim. Aman bolunuzlar bir toyda gezdik. Toyшыл қауым, келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Мажда енді құда-құдағи тілеп жатқан тілеулеріңіз қабыл болсын. Енді барлық тілеген тілектер қаланың құлағына шалынсын. Артымыздан ерген ұрпақтарымыз аман сау өсе берсін. Ата-анасына қайырлы ұрпақ болсын. Және біздің ауылдың барлық шашуын апам жаңа берген, айтпай кетіппін деп жатыр. Барлығын шашу енді соның ішінде де. Сахнадөрімізге асабаның алаңында сол арнайы кәделерімізді жалғастырмақ ниеттеміз, қадірлі меймандар. Жандос досымызды ортаға шақырайық, сіздерді құрметтеріңізге әсерлі әдемі ән салып берсін. Ағашылардың ән шашу деп қабылдарыңыздар, қол соғып құрмет көрсетіп қойсаңыздар болады. Ассалаумағалейкум, бүгінгі дүбірлі тойларыңыз құтты болсын. Ал енді керемет ағашылардың ән шашуын біз ортада жалғап кетейік. Қалыңыздар.
ортаға Әдиша апамызды, Шошай апамызды, Ила апамызды ортаға шақырайық. Келіңіздер, ортамыздан табылыңыздар. Енді өз апамыз келімапты арнайы осы толқынды тойға, және де жаңа ғана айттым, Әдиша апамыз, Шошай апамыз, Ила апаларымыз ортаға шақырайық. Келіңіздер, сіздеріміз және де Әдиша апамызға деген тамаша кәдені жалғастыратын апамыз, Күншай апамыз және де арнайы Шошай апамызға деген кәдені жалғастыратын Бота әпкеміз және де Ила апамызға деген сый-сияпатты табыстап өтетін Әсемгүл әпкелеріміз арнайы сый-сияпат кәделеріңізді, тарту таралғыларыңызды дайындай отырыңыздар. Ал біз апаларымыз ортаға шақырайық. Келіңіздер кәнекей апалар. Ағайын өуден бата өріңіздер, той қызығына еріңіздер. Арнайы той өлет апаларымызға сый-сияпат кәде беріп жатса, апаларымыздың сый-сияпат кәдесі құтты болсын деп, құрметтеп, шапалақ қатты беріңіздер деп қой. Әулеттің, ауылдың үлкендері, яғни ауыл ақсақалдарымызды, аталарымызды, ақжаулықты апаларымызды, яғни ауыл ағайындарын, ауылымыздың үлкендерін ортаға шақырмақ ниеттеміз. Келіңіздер, ортамыздан табылыңыздар. Арнайы біздің қос құлжағымызға деген ақ тілектеріңізді, жылы ниеттеріңізді арнайы өтіңіздер. Ал барша біздің ауылымыздың үлкендері, ауыл ағайындар, аталар, апалар, ағалар, келіңіздер. Қымбатты ағайын туыс құза жат бүгінгі міне ауылымыздан ылғай сонау алыстан кеп маржумен тікуімізіне екі баласының шашын шай беріп жатқан жағдай бар екен. Осы тілеуіміз қабыл болсын. Баладарымыздың жасы ұзақ, дендері сау, келешекте елдің, отанның мықты азаматтары болсын. Енді тіку, қырғын жортқанда жолың боп тенің сол аман-есен маржу екен. Қашанда ойлаған ойларыңа жетіп, аман-есен жүре беріңдер. Енді тілеуіміз қабыл болсын. Баладарымыздың жасы ұзақ, мықты азаматтар болсын. Біз ғана айтамыз енді барлық тойшы қауым рахмет сіздерге. Біз сыйлап келіп жатқанда. Екі балама шашуым керек. Баладарым атынан, күйеу баладар атынан екі баламызға бір атын кезек деп отырмыз. Қымбатты тойшы қауым, енді мына тойдың тақырыбын бәріңізге белгілі. Мына екі кішкене баламыз Мәнсұр, Рауза деген балалардың тілеген тілеулеріңіз қабыл болсын. Мықты халқына елеулі, мықты бір азаматтар болып өсін, Алла нәсіп етсін. Енді осы тілеуге жалғассын, тілеулерің қабыл болсын. Бізде енді мына бір жағы төлектер қайын жұрт. Енді мына екі баламыздың жасы ұзақ болсын деп енді басқа не тілейміз, енді тілеу қабыл болсын. Жастар ұзақ болсын. Бірін айтып бермейсің. Ассалаумағалейкум, қымбатты тойымызға Менің әрімді базарқан айта сал. тойшы қауым, барлықтарыңызға бүгінгі жалын сәлем жолдаймын. Жаз жайлаударыңыз жайлы аман-есен жақсы жүріп жатқан боларсыздар. Ал енді біздің мына ағамыздың баласы және мына маржумен тікудің екі кішкентайы, біреусі 2 жасқа, біреусі 5 жайлы бүгін жақсы бір Алладан тілек батаны сіздерден алмақшы болып шай беріп жатқан жағдай бар екен. Ал енді тілеген тілек Аллаға қабыл болсын, аман жүрсін, жортқанда жолдар болып жүрсін. Бізден ортамыздан жырақта жүрсе де, жүрегіміз тілегіміз бірде. Бүгін осы бір сәті түскенген сіздермен бір ақжарма ниеттеріңізді, тілектеріңізді қабылмақшы болыңыздар екен. Аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Тілеуін тілеп жатқан екі баламыздың жасы ұзақ, отанымыздың мықты бір кірпіші болып қалансын, үлкен азаматтар болсын деп тілек, барлықтарыңыздың тілектеріңіз Алла қабыл болсын. Дені сау, денелері сирал үлкен азаматтар болсын деп тілейік. Ал енді тойылған шашымыз болмайды. Шешеміз денсаулығы байланысты келе алған жоқ.
тілеу қабыл болсын, мұраттар асыл болсын деп жатыр. Енді осы шашудың ішінде, ал енді осы шашуды тілеу тілеп жатқан бауырымыз тікуге табыс ету болса дедіңіздер. Аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, тілеу тілей беріңіздер, ұрпақ өсіп өне берсін, күнде осындай той бола берсін ауылымызда деп тілейік. Той қабыл болсын. Көрдіңіздер, қазір ойынға берілетін сыймен сыйлықтың сияпаты Аллаға шүкіріміне жетерлік. Қаншама әдемі сыйлықтарды дайындап қойған, сондықтан қазір бір әдемі ән, бірнеше тілектерден кейін ортаға қысқадан нұсқа әдемі ойын ретін бірден жалғастыратын боламыз, қадірлі қонақтар. Енді тағдалдарыңызды қастан алып дәмден жалғастыра отырыңыздар. Енді әулетіміздің әншілері бар ма екен сіздерден, араларыңыздан? Бар ма сіздерден әншілеріңіз? Әндеріңіз? Жақсы, енді бірден дайындай отырыңыздар. Ал енді қадірлі меймандар, ауылымыздың үлкендерінің әдемі ән шашу деп қабыл алыңыздар. Енді тағы өлкеміздің тағы да бір жақсы әні есіл заман дейтін, заманымның өтіп бара жатқан ай дейтін бір әдемі ән бар. Мен бастайын, барша ағайын боп қосыла отырыңыздар. Ортаға билеп, бір-бірімізді биге сүйреп, тамаша бәлс билеп, осы тойымыздың сәні мен мәнін кіргізе отырыңыздар дегенді тағы да жеткізейік. Ал қабыл алыңыздар сіздердің құрметтеріңізге есіл заманның. Жақсы көрем нағашыжан, аяулы Ақмамның туысы деп жатамыз. Енді осы толқынды тойға арнай ақ тілегін жалғап келіп отырған орнaya осы бүгінгі толқынды той иесі Тіку ағамыздың да нардай нағашылары бүгін міне ортамыздан табылып отыр екен. Енді мүмкіндік болса арнайы Тіку ағамыздың нардай нағашыларын ортаға шақырайық. Келіңіздер, ортамыздан табылыңыздар. Сәлем жолдаймын. Тілеу қабыл болсын, екі баланың жасы ұзақ, мықты азамат болсын, мектеп тауысы үлкен биікшілігінен көрінсін, аман сау болсын, деніне саулық, басына амандық берсін, күмісай жанарқан енді бала немерелердің қыз қызметіне бөлініп, аман есен жүре берсін деп, амандық болсын барлығына. Ой
Şunu toy yesine böyle bağırdağım kendinin adına. Assalamualaikum kurbatlı toga деген қауым. Бүгінгі күннің жалынды сәлем жолдаймын. Ал енді тіку жиен алыстан кетіп ағайын туысының басын қосып бір чайын беріп бүйтіп жатқанда Алла разы болсын. Ал кішкене екі бала жасы ұзақ қай қашарда үлкен білімді мықты азамат болсын. Қай қашанда аман есен осындай тастарқанда осындай ойын үлкеріп жүре берді. Жоғары өздеріңізге бір бала тауып келесіздер. Ал кеттік. 1, 2, 3, ал тез етеміз. Мынашта үйреп жүргендей бір айтып кепті. Жақсы. Артын болғанда бірінші сатысынан өткен 3 жұп қана ойын қалады, қалғанымен тура қош айтысатын боламыз. Болып кеткенде бармен базар. Балалар саман ашып қой, бәрі жаңа көз ашып көбірек ояу. Қай жерде қалай, ортада қалай нету керектігін бәрі біледі. Сондықтан қазір билейсіздер кезекпен кезек. Жақсы билеген үшеуі қалады, қалғанымен қош айтысатын боламыз. Түсінікті ғой, иә? Ал бірінші сізден бастайық. Жүріңіз, сізден бастайық. Жүріңіз онда. Оны ал жағынан бастайық, жүріңіз. Оны ұш жағынан бастайыңыз ексіз ғой, дұрыс қой, иә? Ал бастайық бірінші кеттік маэстро музыка мәкеге сатып. Al getir, bilirsin. Tura oturabilirsiniz burada. Tura oturabilirsiniz. Жақсылап билеп берсін. Атла, айғанда келмес шапалақтарына. Соғып қойсаңыздар болады, керемет. Ал келесі шып келіңіздер. Ал кеттік маэстро музыканы. Ойды. Ай, қандай тамаша керемет. Шабылап барыма, қолдаймыз ба? Ой, керемет күшті. Әдемі билеттіңіздер, мәссаған. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Ай, рахмет, күшті, әдемі билет. Бұл қарындас бүгін келіншек. Керемет, әдемі билет. Әдемі билетіңіздер күшті. Қазір енді ардақты ағайындар, дауысқа саламыз. Енді мынау менің ағайын туысым, мынау біреудің баласы еді, ана мынау деген жоқ. Кім күшті билет соған алақан ұрсаңыздар жеткілікті. Ал бірінші биді бастағансыздар нағашылар, е? Ал нағашылар қалай биледі? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 190, 200. Мәссаған, керемет, әдем билетіңіздер. Сіздердің қай жағынан нағашылар ма тағда? Ал тағда нағашылар қалай биледі? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 190, 200, 250. Мәссаған, керемет. Алдана, мәссаған. Ал тағда нағашылар қалай биледі? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 190, 200. Мәссаған.
ағамыздың туыстары ма? Ал Тіку ағамыздың туыстары қалай біледі? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 190, 200. Сізде Тіку ағам ба? Жақсы. Ал тағы да Тіку ағамыздың туыстары қалай біледі? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 190, 200. Мәссаған. Мен ойлап отырмын, лица ең оңайын берейін. Үштің тәуесасын берейін, үшінші кластың баласын. Ал 3 1 3 деп өзің айта қой, жарай ма? Білесің бе сізді? Ал айта қой. 3 1 3 Енді арқара жалғастырып айта қой. 3 2 6 3 9 3 4 12 3 4 15 Сіздер айтпаңыздар шында, балалар қорғалақ болды, өз айтсын. Ал, айта қой, басынан бастап айта қой. 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 9 3 6 18 3 7 Аят деген айтса кішкене қиындау, жетін кім берейін? 7 7 7 14 7 21 7 24 7 4 28 7 5 30 35 7 6 42 7 49 7 5 7 8 56 7 9 7 9 63 7 17 Ай, тамаша, керемет. 12-ші сынып екен, 12-ші сыныпқа қиындауын берейік, 9-дікін берейік. Ал қызық болсын көрейік. 9 9 2 18 9 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 72 Жоқ. 63 9 7 98 72 99 81 90 90. Жақсы, рахмет. Сіз 5-ші класын дедің ба? Енді алтыға барасың, енді алтыға барасың, осыған алтын кім берейін? Ал алтын кім берейін? 6 6 2 12 6 18 6 4 6 5 36 67 42 68 48 69 54 60. Ай, жақсы, керемет. Енді той бойынша өзіңіздікі ғой, ренжімейсіздер, отыра беріңіздер. Енді қазір былай болады, келесі ойынның сатысы, енді балалар өз өнерін көрсететін болады. Би билеуге болады, ән айтуға болады, тақпақ айтуға болады. Түсінікті ғой, иә? Ал кім не істейді? Кеш өмір жолы болады дайым күрес, бақыт қонсын басыңа барлығыңның, несібесі мол болсын әр күніңнің. Кеш болады қимашандар бір-бірін еске алады, бүгін бірге жүргенмен ертең жоқпыз, тамшығандай жанарда жас қалады. Бүгін бірге жүргенмен ертең жоқпыз, тамшығандай жанарда жас қалады. Ай, керемет, шағалақ соқпайымыз. Билей саласың ба? Қайсы осы биге билей саласың ба? Басқа қандай? Тарих орынға ма? Қайсы билейсің? Любойға ма? Жақсы, рахмет. Ал бір әнге билей салайын дейді. Бір ән қойырсың досым. Рахмет, әлем сабырлық болсын. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай бақтымға, құлап босқа күлуге. Бес нәрсеге асық бол, бес нәрсеге ғашық бол. Адам боламын десеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, бес асыл іс көріңіз. Адал еңбектерің ой, қанағат рақым ойлап қой. Ай, керемет,
3-ші орында арнайы тікуаға сыйлықтарыңызды дайындай тұрыңыздар дегенде тағы да жеткізейік. Енді 1-ші орын өзіміздің туыстар болсын дегендер қошемет соқпайыңыздар. Жақсы. Ал оған келіспейміз. Нағашылар 1-ші орын болсын дегендер қошемет соқпайыңыздар. Жақсы. Оған да келіспейміз. Таңда нағашылар 1-ші орын болсын дегендер қошемет соқпайыңыздар. Жақсы. Рахмет етіп Тіку ағамыз өзі 1-ші, 2-ші, 3-ші орынды беріңіз енді кәдімгідей. Құтты болсын. Осыдан кімге? Жігітке берейікші. Енді біздің енді жаңа 12-ші сынып қарындасымызда қайсын бір сында доп беріп салған ұқсайттан егіз бәлі бұл емес. Доп дұрыс сияқты. Доп дегіз. Ай тамаша, керемет, рахмет. Ал ойыншыларға қол соң құрмет көрсетіп қойсаңыздар.
көпшіліктің бірін қатты, бірін сәл-пәл кембір, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп жатамыз. Біздің кішкентай бауырымыз, қазақтың белгілі күйшісі Әбдімомын Желдібаевтың күйі, Ерке Сылқым күйін тамаша тартып берді және өнерін бағалап жатқан той иесіне Жанархан ағамызға алғысымыз шексіз. Ендігі кезде бір көмегін тигізер, достарыңның көп болғаны жаман ба деп жатамыз. Жалпы адамзатқа достық көптік етпейді. Бір дос бар танаудан қан шыққанша, бір дос бар қораңнан мал шыққанша, бір дос бар кеудеңнен жан шыққанша деп жатамыз. Жалпы бүгінде жалпы қос қолының қуанышына айрықша қуанып келіп жатқан біздің Маржан жеңгеміздің барша Шаңғадал жан достарын тамаша тілек кезегіне шақырайық. Келіңіздер, мүмкін болса сахнаның төрінен де болып тамаша тілек жалғаңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым. Бүгін келген тойдарыңыз Алла Тағала қадамын сәуірмен жасын иншалла. Біз анау дарқыннан аттелетіп осы жерге дем тартып бұйрықша келіп қалдық. Досымыздың екі баласын дегеніне осы кішкентай азғыртай шешімізді алып келіп қалдық. Балаларымыз еліне елеулі, халқына қалаулы, ата-анасының үмітін аттаған мықты азамат болуға тілектеспіз. Алла Тағала тойдарыңыз қабыл етсін. Енді поста келген, дарқыннан келген досымның құрметіне және сондай-ақ біздің Маржанның құруларының құрметіне бір тамаша ән жалғап әрі жолдап бер деген енді осы достарының әдемі тілегінде бір тамаша әнмен әрлейік. Достарым дейтін бір тамаша әнді жалпы той иесінің достарының құрметіне мен жалғайын. Қабыл алыңыздар, бірге шырқайық және достары би бастау болады. Сіздердің құрметтеріңізге болсын. Достарыммен жаттанамын мен, әрқайсыңмен мақтанамын мен. Арқа сүйер достарым барда, атардан аттанамын мен. Сендерсіңдер елдің қорғаны, сендерсіңдер жасыл орманы. Жанымдағы асыл достарым бірге, аман есен жүрсе болғаны. Мынау жарқын өмірде тақ түсірмей көкке, біз жүрейік достарым менің. Шыдау керек өмірге, ауырға да жеңілге, менің жарқын асыл достарым. Біздің Маржанның достарына Айша келесі Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым. Ағы енді бүгін кештің жалын сәлем жолдаймыз енді. Ал қайнағайынды тілеудеріңіз қабыл болсын енді. Ал Күкі Маржу тілеудерің қабыл болсын. Екі кішкентайдың жасы ұзақ, тойдарың құтты, қайда жүрсеңдер аман жүріңдер, жолдарың ашық болсын демекшімін енді. Біз жездестердің атынан шығып отырмыз. 3 жездесі бар, соның атынан шашуымыз бар, Күкіге табысы дейік. Той шашуына бір балам бір күй орындап бермекші екі бауырына. Барлықтарыңызға осы бір күн жалын сәлемін ауылыма менің бара келдіген аттанымен жолдаймын жолдарыңызға.
сүйген ұмытпай анамның шатын ала кел анамның шатын ала кел терісі сіңген ұмытпай анамның шатын ала 생각나니 토야가 시맹 토가 수대 이제대 자흥이 대신 너트가 들은 뒷무새
көңіліңіздің есі шығып қалды ғой деймін. Жалпы біздің ботагөз қазақтың күйші динасындай болсын деп қошемет көрсетіп қойыңыздар. Менің мұратым едені кішкентайымыздың өнер өркендесін жоғалмасын, тек қана биіктерден домаласын. Арнайы біздің кішкентайымыздың алғашқы айлығы құтты болсын деп бір қол соғып қойсаңыз. Бірінші бастайық сізден. А әрпі, А. Анашым шалқып күлсем алдыңда ұзақ. Bir жақты өзі бір жаққа кетті ғой деймін кәдімгідей. А. Айтыңыз. А. Жақсы, бір мүмкіндік берейік. А. Ауылым көшіп барады ұялыға ойдай, не жетеді баланың. Ой, керемет, дұрыс. А. Кішкене бер таман келіңіз, шиқылдап кетеді. Ал, А. Ал, 1, 2, 3, А. Анашым шалқып күлсе. Қотыра салады екен кәдімгідей. А. Асыл әжем, қасыр әжем, аңсаға. Жақсы, дұрыс. А, сіздеген дайын болған шығар? Иә. Ал, 1. Жақсы, енді келесі әріп көрейін. Осыдан кейін міндет түрде ойыннан шығаратын боламыз. Келесі әріп С. С. 1, 2, 3. Сәулем, сәулемсің, басындағы дәуренсің. Жақсы, дұрыс. С. Саусаған қасіреттей қара шалмын мен бұл күнде қара шалмын. Жақсы. С. Сағыныш сазы сен едің, қашықтың бірі мен. Мен кәдімгідей мына кісі айтқанда бір түрлі болып қалады екен, мен мақалып тұрған айтқанда кәдімгідей. Ал, С. 1, 2, 3. Жаңа отыра беріңіз, ренжімейсіз. С. Сағыныш сазы сен едің, ғашықтың бірі. Мәссаған, мына кісілеріне махаббаттан жұтап тұрған сияқты. Қарлығашқа келетін Қ. Қайда жүрсең атамекен. Жақсы, енді көнейік енді бірден. Қ. Қара көзім, өзіңсіз көлім қайғы, саған деген. Сенсі, ол күшті жақсы әдем айттыңыз, иә? Қ. Қаратаудың басынан ай көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді, ей салдым. Жақсы, ал келіңіз, сіз келіңіз. Қ. Қолымнан ұста, ұшам десең алыста. Жақсы. Мынау кәдімгі ойдан қарап айтсалғандай қылып айтсын деген. Ал келесі әріп О әрпі. О. Одан басталатын. О. Мына кісінің әндер айтып білмеймін, 3-4 түрлі болып кете ма. Жақсы, О. Опмай, мыналар қайтеді. Жақсы, күшті, керемет. О. Қой болса екен, көріп шығар қорадан, қой болса екен, ей салдым. Ой, керемет, шабыла құрып қойыңыздар. Ал келіңіз, сіз келіңіз, бертімен келіңіз. О. Айтпаймыз, түш. Ойлан, кешеміз қой әлі де. Жақсы, бар ондай. Жақсы, енді келесі әріп берейік, келесі әріп, на әріпі, на. Ал тез айтамыз. На. Осы жол, мына жақтан бастайық енді. Келіңіз, на әріпінен басылатын ән. 1, 2, 3. Айтпаймыз, на. Ноғын ұрдың жастары, еңбекпен қатар туғандар. Жақсы, дұрыс. На. Ноғын тұрғындары. О, жақсы, на. Астым болдың бері. О, күшті, на.
Ой, мына кісі айтпаңыз. Бір, екі жарым, үш. Мұнда отыра беріңіз. Бәйітті, қапшын деп айтады. Ал енді ойынның келесі сатысы былай. Ана жерден сіздерге музыкамен дауыс беріліп, соны тыңдап аласыздар да қайталай маған салып беру керексіздер. Ал бірінші ағамыздан бастайық. Ана жерден тыңдап аласыз, бір дауыс бересіз, тыңдап аласыз да келесіде маған қайталап салып беретін боласыз. Болды. Ал болды, осы сап берсеңіз бірінші орын сіздікі. Ал. Жоқ, түгетпейді. Түгетпейді, сала салыңыз. Салып сіз шыдайсыз, шын айтам. Мына жердегі әйел жақсы бірінші орын сыйлығын сізге береміз. Сала салыңыз, түгетпейді. Қайтарып тыңдап алыңызшы. Түгетпейді ал. Оң дей бересіз, болмас кештене жоқ қой енді ода тұрған. Айта салыңыз бітті. Айта салды беріп, мына кісілер бәрі айтып жатыр. Той иесі айтып жатыр осыдан. Ал үстіп біле бересіз, болды. Жақсы күшті, әне мысалы шапалақ соғып қойыңыздар. Ал келіңіз әпкемізге қандай дауыс беріледі екен көрейік. Ал көрейік, мынау енді ең оңай екен ішіндегі. Ал түгетпейді. Қайта бір тыңдап алайын дейді. Жақсы, рахмет. Ал енді бірінші орынды енді жалғыз қыз баласы болған берейік, келісесіздер ма? Екінші орынсыз, үшінші орынсыз. Ал бірден ойыңызды беріңіздер. Бірінші орын. Ал, бересіз ба? Бірінші орын. Той өзіңіздікі ме? Онда сізге сыйлық жоқ онда. Жақсы, онда бірінші орынды ағамызға бере салыңыз, құтты болсын. Қай жағынан келдіңіз? Нағашылар, мәс саған нағашылар атты. Құтты болсын. Рахмет. Орындарыңыз заман. Құдай оңдасын, оңдарынан қорғасын, кетпесін, берсін, кемпейін берсін, байда білетін берсін, пайғамбар берекесін берсін, асларалық берсін, асламандық берсін, ас берсін, осы кішкенелімізге, екі кішкенелімізге ұзақ ғұмыр жас берсін. Әмин. Bismillah. Onun dizini bata kovdasın, kıdırınız kıyalasın, perişteniz kıyalasın. Pay devletin versin, paygambar patasın versin. Ne tilegen tileriniz kabul olsun. Kişkentaylarının dilleri sağ olsun, kumurcaslar uzak olsun. Tileriniz kabul, toyunuz toy olasın. Allah hakkı. Немен айтайын? Мынау сөз айтылмаса болмайтын отыр ғой. Сөз жүйесімен дейді, мына бағдан бері енді мына төлектің тілеуі, төлектің тойы. Әнжел мінжелде басқа сүйектер, мыналар да ағаштар ол дұрыс, анау дұрыс. Төлектердің бір бата, сендер төлектерге бір бата ұсынбайсыңдар ма? Төлектер ғана отыр ғой. Төмізді әсетті ұят ертең ренжиді ғой. Төлекке бір бата беретін жігіт табылмады ма? Айын артына сөз қыламандар істейін. Артына сөз қыламандар. Әпшілінде омен десең мына ода дарысын қыдырады. Қыдырын қияласын, дәулетін ұяласын, кең бейілгесін, кетпе сырыспесін. Тілеулерін қабыл болсын, екі баламыз бақытты болсын. Үлкен азамат болып, еліне елеулі, халқына қалаулы, үлкен азаматтар болсын. Мынандар, астарыңызды өңді болсын айтамыз, алдарыңызда қастан алып дәмден жалғастыра отырыңыздар. Еліміз тағы да бірден бататлекке қауышқанда жөн сана отырымыз. Сәл ғана сабырлық болсын. Енді тамаша тілек көзі көз арнайы бірге туған бір гүлет дейтін қазақта әдемі қағидалы сөз бар. Осы бірден Тіку ағамыздың ағасы Аманка ағамызды шақырайық. Келіңіз Аманка аға ортамыздан.
Assalamualaikum барлық тойчы қауым. Бүгін сәлемін жолдаймын. Ал енді тіку маржу істеп жатқан тілеулерің қабыл болсын. Екі кішкененің жасы ұзақ. Үстік аман есен тойдан тойға жүре берейік. Ал Құда жеп барлықтарымызға ағайту көптен көп рахмет. Жақсы тойлаңыздар. Енді кішкене атасының баласының бір кішкене биін тамашалаңыздар. Атасының баласына мәссаған атасының баласы қандай керемет билеуде. Соқпайыңыздар, кішкентайымыздың өнерісінде болсын. Ойде! болсын, тіл көзден аман болсын, халықта қалаулы, еліне үлкен азамат болсын деп Алладан тілейік. Аман болсын кішкентайдарыңыз, рахмет, әдемі биіне. Benim cüdük toparım, sangaşa sokarım. Koz güncelimde çıkanını toparım. Ey toparım, ey toparım, ey şap. Тіку ағамыз бен жеңгеміз ортаға шақырайық. Сіздерге деген бір ауыз рахмет тілегін жалғап және де осы толқынды тойымызды түйіндемек ниеттеміз, қадірлі меймандар. Айтпақшы, ұмытып кетпін. Жазғанда шашу барсаң беріп барсаң. Ай, тамаша, керемет. Рахмет, енді көрдіңіздер, бірге туған бірге өледі. Алдыңа кеп ойнаса, бәрін таса, бәрін жина, бауырым, ей бауырым дүркіретіп той жаса деп, кешегі ұлыларымыз айтқандай, осы бүгін міне тапқан далақ емес, балаға шашып, берекелі тілек істеп жатқан осы Тіку ағамыздың да бір тәтті тілегімен жалайық. Ал қабыл алыңыздар, 1, 2, 3 шапалақ соғып қойыңыздар. Және ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Ең әуелі өз жұртым, және де қайын жұртым, нағаш жұртым, және де барлық келген осында бажаларым, жезелерім, бауырларым, барлықтарыңызға Алла разы болсын. Бұл кішкене бүлдіршініміздің, кішкене сәбиіміздің қуанышына ортақ болып,
келіп барлықтарыңызға Алла разы болсын. Енді bu екі кішкене сәбиімізді енді біз ұзақ жерде жүрген кезде Қобалтайда, Тарқында жүрген кезде балаларымыз дүниеге келді. Өздеріңіздің араларыңызға болмадığımız үшін тілеу шайын көп бере алмадық. Сол үшін биыл барлықтарыңыз жинап бір тілеу шайымызды берейік деп ниеттедік. Барлықтарыңызға Алла разы болсын. Келіп баталарыңызды беріп, ақ баталарыңызды бергеніңізге Алла разы болсын. Көптен көп рахмет. Рахмет, енді айрықша алғысымызды білдіреміз. Енді өздеріңіз көрдіңіздер, Алланың қақ жолымен жүрген біздің ағамыз бен жеңгемізге рахмет, Алла риза болсын. Енді мүмкіндік болса бірден илахи амин деп ас қайырын алмақ ниеттеміз. Енді әрине той әулетінен рұқсат болса илахи амин деп ас қайырын алайық енді шынымен. Солай емес па? Бисмиллахиррахманиррахим. Қай қашанда аман есен, бірлік берекеде, аман есен ұрпақтарымыздың қызығын тойлап, аман есен қай қашанда той думандатып өткізуге нәсіп етсін. Аллаху акбар.